бүгін оқушылар сарайында біз тренд тақия тігеміз атты шеберлік сабағымызды өткізіп жатырмыз. Бұл шеберлік сабақтың басты мақсаты оқушыларға біздің ұлттық өнерімізді, ұлттық салт дәстүрімізді, сонымен қатар біздің төл тума әдебиетімізді, мәдениетімізді таныстыру. Бүгін біздің шеберлік сабаққа қатысып отырған Каусар Бұлақ шеберлік студиясының жетекшісі Сұңғатова Ғалия Балтабайқызы оқушыларды тек қана трендтік тақияларды тігіп үйретіп қана қоймай, осы тақиялардың шығу тарихында баяндап береді. Бүгін қыздар тренд тақияны өздері тігеді және оқушылар сарайы атынан сыйлыққа алады. Мен бүгін мына Наурыз мерекесі қарсаңында, қазақтың ұлысты ұлы күні қарсаңында Павлодар қаласындағы оқушылардың мәдениет сарайында өтіп жатқан Ғалия Балтабайқызы Сұңғатованың шеберлік сыныбы сағатында куәсі болып отырмын. Мынау сондай енді бүгінгі қарап отырсам, әр мектептен келген оқушылар, ана іс тігуге қызығушылығы бар оқушылар. Осы Ғалия Балтабайқызының көмегіменен қазір міне тақияларын тігіп жатыр. Міне өздері дайындап әкелгендері бар. Жалпы бұл өзі қазақтың ұлттық өзінің бренді деп аталады. Өйткені бұл тақияны көбіне қыздар киеді. Қыздар енді осындай дәл осындай тақияны. Болашақта тақия ғана емес, осы оқушылардың шығармашылық сарайында қазақтың ұлттық мына жеңсіздерін тігуге, содан кейін қазақтың ұлттық мына мектеп оқушылары тым болмағанда киіп жүретін сол киімінің де үлгілерін жасауға сондай бір ұсыныстар болатын шығар деп ойлаймын. Сіздерге де болашақта жақсы табыс тілеймін. Қазіргі мына шығармашылық ісмерлік сабаққа қатысып отырған оқушыларға да сәттілік тілеймін.